Түрлі түсті балықтар әр қайсысы коралдармен тығыз байланысты өмір сүреді. Қызыл теңіздің оңтүстік жағалауына келіп тұрмыз. Корал екен, әдемі. Улы балықтар екен, Қызыл теңізде жүретін. Балықтар коралдың бөлген затымен қоректенсе, коралдар балықтың арқасында тазарады. Бұл нәзік симбиоз. Егер адам балықты тамақтандырса, жүйе бұзылады. Ал оның соңы балықтың да, коралдың да өлімі. Сондықтан балықты тамақтандыруға және корал рифтерінде жүруге тыйым салынады. Есіңізде болсын, кейбір коралдар өте өткір әрі күйдіріп жібереді. Егер кездейсоқ денеңіз тисе, судан шыққан бойда лимон не сірке суымен жуыңыз. Сонда ауырсыну жеңілдейді.